Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Ситқазықызы. Бүгін сіздермен синдром Дауна туралы сөйлесетін боламыз. Бұл қандай ауру, қандай клиникалық белгілер береді және емі қандай? Алдымен мен каналыма тіркеліп подписаться деген батырманы басып, уведомление деген значокты басып отырсаңыздар, каналда шыққан жаңа видеоларды бірінші болып көріп отырасыздар. Сондықтан міндетті түрде подписка жасап алыңыздар. Синдром Дауна дегеніміз генетикалық ақау. Мысалы, барлық адамдарда 46 хромосома болатын болса, бұл синдром кезінде 47 хромосома болып, бір хромосомаға артып кетеді. 21 хромосома екеудің орны үшеу болғандықтан, ағзада әртүрлі ақаулар басталады. Оның ішінде бұндай науқастардың барлықтарының бет әлпеттері бір-біріне ұқсас болады. Мұрындары жалпақ, көздері сәл алшақтау орналасады, бет әлпеті ай тәрізді дөңгелек, және де өсудің тежелуі, аяқ қолдарының сәл қысқа болуы осы Дауна синдромына жаңағыдай сәйкес болып отыр. 1866 жылы бұл ауруды ағылшын дәрігері Дауна ең алғаш анықтаған. Яғни қандай нәсіл болса да барлықтар бір-біріне ұқсас болғандықтан, ең алғаш сол кісі жазып кеткендіктен бұл ауру Дауна ауру деп аталған. Енді бұл синдром кезінде ағзада әртүрлі өзгерістер пайда болады. Ең біріншісі ол жүрек ақауы пайда болуы мүмкін. Жүректе ақау болғандықтан бұрынғы кезде бұл синдроммен туылған балалардың көбісі қайтыс болып отырған. Қазіргі таңда кардиология дұрыс жақсы жұмыс жасап жатқандықтан, кардиология дамығандықтан бұл аурумен өмір сүру ұзақтығы артып отыр. Ең алдымен кардиологиялық патология болғандықтан, бұл синдром кезінде бала туыла салысымен жүрегін УЗИ-ға түсіріп, жүректі тексеру керек. Екінші жиі кездесетін асқазан ішек жолдарының аурулары. Бұл синдром кезінде ағзада бүткіл бұлшықеттердің тонусы төмен болғандықтан, асқазан ішек жолдарында да төмен тонус болғандықтан, перистальтика төмендеп, ішінде витамин, микроэлемент сіңуі нашарлап, әртүрлі асқазан ішек жолдарының аурулары пайда болуы мүмкін. Үшінші, ол қан аурулары пайда болады. Яғни қанның клеткалары азаю мүмкін. Лейкопения, тромбоцитопения және де лейкозға бейімділік байқалған. Келесі, ол эндокриндік аурулар тоже бұл ауру кезінде бейім болады. Яғни бұндай науқастар өсудің кешігуі болады. Қалқанша безінің жаңағыдай ауруларына жиі шалдығады. Ер адамдарда крипторхизм дамиды, әйел адамдарда етеккірдің кеш келуі байқалуы мүмкін. Келесі, ол тірек қимыл жүйесінде де өзгерістер болады. Барлық бұлшықеттер тонусы төмен болғандықтан, тірек қимыл жүйесінде де әртүрлі байламдар ауыру, буындары ауруы мүмкін. Және де асқазан ішек жолдарында кальций мен витамин Д дұрыс сіңбейтін болғандықтан, жаңағы сүйектері сынғыш болуы мүмкін. Енді келесі көру өзгерістері болуы мүмкін. Бұндай науқастарда 80%-да көздің аурулары байқалған. Әсіресе жаңағыдай катаракта жиі кездесетін болған. Келесі лор патологияларда жиі кездеседі, яғни мұрын, тамақ, құлақ аурулары жиі болады. Енді бұл ауру егер осындай диагноз қойылатын болса, осы клиникалық симптомдарына қарап емдеуге болады. Мысалы, жүрек ауыратын болса, жүрегін емдеу керек, асқазан ішек жолдары ауыратын болса, асқазан ішек жолдарын емдеу керек, қан ауру болатын болса, қан ауру деген сияқты ағзасында қандай өзгеріс бар, соған қарай ем тағайындалады. Және қосымша жаңағыдай есте сақтау қабілетін арттыру, әртүрлі жаттығулар, нейрогимнастикалар деген сияқты заттарды осы ауру кезінде жасайды. Бұл ауруды ерте анықтауға болады. Жүктіліктің 12-ші аптасында әйелді УЗИ-ға түсіріп, скрининг арқылы УЗИ дәрігері осы ауруды мұрынның, бет әлпетінің және сүйектің құрылымына қарап диагноз қоя алады. Және де қанды тапсыру арқылы да бұл диагнозды ерте жүктілік кезінде анықтауға болады.
Бірақ бұндай диагноз қойылған бірнеше жетістікке жеткен адамдар да аз емес. Оның ішінде спортшылар да бар, және де актерлар да бар қазіргі таңда. Бұл аурумен жаңағыдай емдеп, күресіп, осы қоршаған ортаға бейімдеп, әртүрлі жақсы жетістіктерге де жетіп жатыр қазіргі таңда. Сондықтан бұндай синдром қойылған кезде сразу жаңағыдай қандай симптомдар бар барлығын анықтап емдейтін болса, бұл ауруды жақсы емдеуге болады. Осы видео сіздерге пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып, бұл видеомен бөлісіп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған дәрігер-невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар.